Ауыл шаруашылығы қызметкерлері жұмыс киімдерін мерекелік киімге ауыстырды. Қатысушылардың арасында бар өмірін осы қызметке арнағандар да бар. Аймақта барлығы 30 мыңнан астам ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер жұмыс істейді. Өңір басшысы олардың еңбегін жоғары бағалайтынын айтады. Себебі ауыл шаруашылығы облыс экономикасының басты секторы болып отырғаны жасырын емес. Еліміздің 25% жиналған астықтың дәл осы жерде жиналады. Май дақылдардың 30%, сүт өнімдерінің 1/4 осы Солтүстік Қазақстан жеріндегі орналасқан сүт заводтарының шығарылады өнімі. Жұмыртқа да солай. Республикада ауыл шаруашылығы өнімін шығару бойынша біз бірінші орындамыз. 10 айдың қорытындысы бойынша өнім шығарылған өнімнің көлемі 1 триллион теңгеден асып кетіп отыр. Ол үлкен жетістік, құтты болсын. Солтүстік Қазақстан облысы елдің азық-түлік қауіпсіздігіне үлкен үлес қосып отыр. Өңірде 15 әлеуметтік маңызы бар өнім өндіріледі. Мәселен, жаңа құс фабрикалар ашылуда. Жұмыс істеп тұрған кешендер кеңейтілуде, сүт тауар фермалары салынуда. Соңғыларының саны жыл сайын 10-ға дейін артып келеді. Облыс әкімі бірлескен жұмыстың арқасында жоғары нәтижелерге қол жеткізілгенін айтады. Баршаларыңызды кәсіби мерекелеріңізбен ауыл шаруашылығы қызметкері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Солтүстік Қазақстан жерінің диқаншылары еліміздегі ең үздік диқаншылары деп айтуға негіз бар. Осы атқарған еңбегіңіз үшін алғысымды айтқым келеді. Мерекелігі шара марапаттау рәсімімен жалғасты. Өңір басшысы салтанатты жағдайда ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне медаль, грамота, алғыс хат пен құрмет грамотасын табыстады. Марапат алғандардың ішінде Есіл ауданының тұрғыны Толқын Нығметжанов та бар. Ауыл шаруашылығында қызмет етіп жүргеніне шамамен 30 жыл болыпты. Қазіргі видернеде істейміз, сол комплексте егіндерін сеуіп берем, зәптарын жыртып берем, барларын етіп берем, сол Менің әкем механизатор болған алдында, соң жолын қуып, осылай механизатор болып, сол ауылда тұрып жатыр мен. Мен осы міне бүгін қуаныштымын, осылай мен сол неден келіп осындай әкімнің қолына, Құмар Ақсақаловтың қолынан осылай алғыс хат алып жатырмын. Көп рахмет. Осы ауыл шаруашылығы қызметкерлері жұмыстары жемісті болсын, еліміз өркендей берсін, осылай. Ауыл шаруашылығы саласында ер адамдармен қатар иық тіресіп жүрген қыз келіншектер де бар. Наталья Белова бұл кәсіпке небәрі 20 жасында келген. Қазіргі таңда 11 жыл бойы Маслодел жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс істейді. Салтанатты іс-шарада облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Оның айтуынша мұндай марапатқа алғаш рет ие болып отыр. На данный момент занимаю как руководящую должность. Қазіргі таңда өндіріс технологы басшы лауазымын атқарып жүрмін. Мен кәсіпорынға 20 жасымда келгенде мүлдем тәжірибесіз келдім. Кәсіпорын дамуымен бірге менің де тәжірибем өсті. Бұл мамандықты қалай таңдадым? Мен жай ғана оқып бардым. Содан кейін өз жұмысымды жақсы көріп кеттім, мамандықты ұнаттым. Салтанатты шарада барлығы 20-дан астам адам марапатталды. Мерекелік кеш концерттік бағдарламамен жалғасты. Ақнұр Қайырбек, Жұлдызбек Ермолқанов, Первый Северный телеарнасы.